Үміткерлермен бәрібір таныстық дұрыс жалғаспай ма екен? Сол жағын бір ажыратып алайықшы, расымен де Сара. Мен басында енді қатысушылыққа мен шақырғанда бұлай қиын болады деп ойламадым. Бәрібір де мына жерімде бірден жібермей тұрады. Мен өзім білмеймін, әлі үміткер қабылдауға дайынмын ба, әлде или қазір мен жобадан кеткенім дұрыс па деп те ойлап қоямын. Тым ерте решение қабылдап қойған сияқтымын сіздерге келісім беріп. Мен шынымен ойламадым бұлай қиын болады деп. По-любому бір жерде жүргеннен кейін оны маған қарап сөйлеп қалғаны, бір тиісіп қалғаны, бір нәрсені еске түсіріп тұра ма, сондай сияқты. Бір үміткермен кездесуге барсам да бір абзал сыртынан қарап тұратын сияқты. Мен ойлаймын, жобадан кеткенім дұрыс сияқты мен. Жарнама кезінде Сара келіп енді кешіріңіздерші, бұндай ыңғайсыз жағдай үшін негізі алдау еш ойымда болмады. Тек қана кездесуге барғым келмегені рас деп мойындады шындығын. Зухра ханым. Дина ханым, мен былай ойлаймын да, Сараның бұл жобаға келу негізі жарайды редакция тарапынан болсын ұсыныс келді ғой әйтеуір. Бірақ бұл жерде бір басқа мақсат болған сияқты. Абзалмен, возможно, бір студияда отырып, осы бір эфирда отырып, мүмкін Абзалдың тарапынан оған деген сезім ашылып, қайтадан екеуі бір болып кетер ме екен деген. Сараның әлі сезімі өшпегені ол анық. Ол сырт көзге көрініп тұр. Сондықтан бір сондай Абзалдың тарапынан сондай бір ұсыныс бола ма? Қайтадан біз бірге боламыз ба деген сияқты ой келген сияқты. Ал Абзалдың тарапынан ондай ұсыныс орын алуы мүмкін бе? Менің ойымша мүмкін деп ойлаймын. Өйткені Айдана мен Абзалдың ортасынан мен еш нәрсе көрмеймін. Көріп те жүрген жоқпын. Алдында последний раз шыққаннан кейін мүлдем онда ешқандай арақатынас жоқ оларда. Сондықтан екеуі бірге болуы әбден мүмкін. Айдана, кешіріңіз, бірақ мен тікелей сұрақты Абзалға қойсам. Абзал, сіз Сараны толық ұмыттыңыз ба? Диана ханым бар. Мынандай дүние бар да. Адам көз алдында жүрген нәрсені ұмыта алмайды деп ойлаймын. Меніңше. Барлық адам сондай сияқты негіз. Бір толық ұмыттым, 100% ұмыттым деп айта алмаймын. Асқар, сен крутойсың, біз бәріміз білеміз, сен қырсықсың, сен өзің вечно мнениеңде тұрасың, бірақ мына ситуацияның бәріне қарай тұра, неужели сен жүрегің жібімейді? Сен 100%-ке ұмытпадым дейсің, либо Айданамен тоқтатта нақты осы жерде Сараға қосыл, либо өзің босат орынды, Сара бағын сынасын, сен кет, Айданаға үміткер болып кел. Самый адекватный вариант деп ойлаймын мен. әрине бұл әңгіменің қозғалуының өзі Айданаға ауыр. Ұят та шығар бәлкім, бірақ егер расымен де Абзал мен Айдананың арақатынасынан түк те шықпайтын болса, мүмкін Айдананың уақытын алмау керек шығар бұл жерде. Өйткені Абзалдың да тарапынан, Сараның да тарапынан бұл Айданаға әділ болмайды. Бірақ мен толық жауап естіп тұрған жоқпын да, Абзалдың да тарапынан, Сара жобадан кетем деп жатыр, бірақ ол шешім бе? Диана ханым, ондай болса, егер Айданамен болмайтын болса тоқтатады ғой, болатын болса, сен үміткер болып кет, Айданаға келіп тұр осы жаққа, Сара отырсын. Абзал, расымен де Асхат дұрыс айтады, бұл жерде барлығын өз орнына қоятын, жігін жіктейтін, ол тек қана сіз. Сара емес, Сара бұл жерде тек қана күтетін адамның рөлінде. Және сіз бір дүние айтсаңыз, Сара оған келіспейді дегенге мен 100% сенбеймін. Екі қыздың да миын уламай, басын ауыртпай. Әлде Сараға болды, Сараға көзіне қарап тұрып, бізден бәрібір еш нәрсе шықпайды. Қанша тырыссақ та түкте болмайды, біз бірге бола алмаймыз десеңіз де, онда бәлкім сондай сөздер керек шығар. Ешкім үміттенбес үшін. Диана ханым, Абзал, сен қазір өзің айтып отырсың, 100% мен оны ұмытқан жоқпын деп. Возьми смелость, айт, мен Айданамен тоқтатам, Сарамен танысып көрем деп. Егер жүрегіңде сезім болса, неге күреспеске? Сен осы бағдарламада отырсың. Диана ханым, жаңа Асекең айтып отыр ғой, шығып Айданаға үміткер болып кел депші. Мен ойлаймын, Асеке, Айданаға Абзал үміткер болып келудің қажет жоқ. Егер де шынымен махаббат, ол сезім болатын болса, бұл жерде тек қана Сарамен ғана шығатын нәрсенің барлығы.
түбі бір болатынына енді көзім жеткен сияқты. Нучон? Мен негізі мына жерде таңғалып отырмын, енді Абзал жаңа өмір бастағысы келіп басқа қызбен танысып көріп жатыр ғой. Зачем оған қайта-қайта Сараны бүкіл бұрынғы өткен адамды қайта-қайта қоса бересіңдер? Просто мен ойлаймын енді Абзал егер шынымен де сезімің жоқ болса, как она есть айту керек. Сезім жоқ Сара саған деп. Ал енді сол кезде Сара егер оған дайын болмай, мен үміткер күтуге дайын емеспін десе, онда хотя бы 1-2 ай болсын эфирдан сыртта жүру керек деп ойлаймын, чтобы ұмыту үшін до конца. Диана ханым алдын Абзал мен кім Айдана ортада отқан кезде кездеспегеніне қарап не қанет қол уақыт берген еді ғой тағы бір кездесуге. Соны Абзалдан сұрап көрейікші, одан кейін кездесіңдер ма? Кездеспедік. Диана ханым айтсам болады. Значит, бұл жерде негізі таныстық тоқтайтын сияқты ғой. Мен ойлаймын, Абзал әлі де сезімі бар Сараға, Сараның да оған бар. Сондықтан Айданамен тоқтатып, Сарамен жалғастыру керек. Мүмкін бұл жерде шешім қабылдайтын Абзал емес Айдана болу керек шығар таныстықты тоқтататын. Диана ханым, мына жерде Айдана неменеге ойламайсыңдар, мына жерде Сара мен Абзалды қосып жатырсыңдар да. Айдана қайда қалды? Может, Айдананың уже сезімі ашылып кеткен шығар Абзалға. Абзал сен 100% ұмыта алмасаң, Айданамен немеге таныстықты жалғастырып жүрсің? Осы әңгіме шықпаған кезде дальше жүре беретін бе? Дегенде сылқылдай бермеші. Адам и так жан-жақтан қысым миды ауыртпашы конкретно. Сен маған Сен ақшаға отырасың адамды. көрсетпей ақ қой, пікір. Шақпа мені. Айдана, мына жерге отырыңызшы, ол жерде сізге жайлы болады деп ойламаймын. Индира ханым. Диана ханым, мен былай айтқым келіп тұр, негізі Абзал баста күткен жоқ қой Сараның келетіні, артынша сразу. Білген жоқ. Иә, білген жоқ. Сол үшін де Айданамен бұл таныстықты өзі ұсыныс жасағаннан кейін мүмкін бұда кішкене өзінде күмән болып қалды, сезім жағынан. Қазір енді бұл Абзал, мен ойлаймын, уақытты созып Айданадан күтіп отқан сияқты, Айдананы тоқтатқан. Өйткені қыз баласы ғой, қызы сыйлап, қыз жақтан болсын тарапы ренжітпейін деген мүмкін сондай ұсынысты күтіп отқан шығар Абзал. Айнұр, Зухра ханым. Мен негізі ойлаймын, Айдананың тарапынан да ондай асаға сезім ашыла қойды деп ойламаймын. Сырт көзге өйткені біз жүреміз ғой, көреміз. Айданада бір керемет бір сезім болса, оны біз байқайтын едік. Бұл жерде Айданада да сезім жоқ. Екеу қазір Абзал или тоқтатам деп айтса, Айдана бұл жерде даже қатты қайғырмайды да деп ойлаймын. Диана ханым жаңа кім айтып отыр ғой, Индира ханым айтып отыр ғой, Абзал кім Сара келгенге дейін таныстық басталды ғой деп. Менің ойымша Абзал Сараны ұмыту үшін жаңа айтып отыр ғой, 100% ұмытқан жоқпын деп. 100% ұмыту үшін басқа адаммен таныстықты бастап көргісі келген шығар мүмкін. Сухра, Ондай да вариант бар. Сухра, онда ше Айдананың сезімі болмаса неге сыртқа шығып кетті? Сыртқа шығып кетті? Үміттенбесе онда неге сыртқа шығып кетеді қыз баласы? Просто шыққысы келген ғой енді. Таза ауамен демалғысы келген шығар. Асылбек. Ол сен өзің солай шығып кететін шығарсың. Жоқ, негізі Ағырке, сен неге маған қапталдасып отырсың? Маған или алмаған өшің бар ма? Мен не көріп отырмын, соны айтып отырмын. Мен де не көріп отырмын, соны айтып Сен ештеңе көрмейсің, потому что. Жоқ, негізі Диана ханым, мына Сарамен Жаннұр келді ғой мысалға Сараға. Сараның кездеспеуіне Абзал кінәлі, Абзал мен Айдананың кездеспеуіне Сара себепкер ғой. Негізі сөзін аша керек ол деген. Шындыққа тек тіке қарайық, бәріміз болды. Және бұл жерде Сараның Айданаға жолдаған SMS-терінің нағыз шын мақсаты көрініп тұрған сияқты енді. Қимастық қой. Менімен болмаса да басқамен де болмасыншы деген ой шығар енді. Барлығымыз махаббатқа келгенде бір жеке меншікті жақсы көретін адамдарымыз ғой. Бізде жарнама. Айдана, сізге сұрақ, жарнамадан кейін жауап берсеңіз, Абзалмен ары қарай таныстықты жалғастырасыз ба? Жарнамадан кейін.